Әрбір адам баласының бойына жақсы қасиет ананың сүтімен дариды. Ұлы актердің өмірге келуіне себепші болған Тәжіхан анамыз. Алып адамды аядай құрсағына сыйдырып, 9 ай, 9 күн көтеріп, ұлы толғақпен өмірге әкелген аяулы адам. Асекеңнің алашқа ардақты, өнерде мәртебелі азамат болып қалыптасуына орасан үлес қосқан Тәжіхан ана да тарих беттерінде өз қолтаңбасын қалдырды. Өзінің өмір мағынасын асау өнердің тізгініне жармасқан, сүйіп қосылған жары, өнер мен өмірдегі серігі Асанәліде бұққан Майра Шәкенқызы да ұлы актер ғұмырының басты кейіпкері. Асанәлінің асқар биігіне бас иіп, қиындығы мен қызығы қатар жүретін әрбір киноға түскен күндерінде жарының жағдайын жасап, қолдау көрсетуден шаршамай, шаңырағын шапағатқа, әртіс жанын махаббатқа бөлеген Шәкен қызының рөлі өз алдына бір төбе. Тағдыр тепкісінен жаны жараланған абыз актердің қаралы өміріне қайтадан шырақ жағып, өлшеусіз бақыт сыйлаған Бағдат Алланың сынақтан кейінгі сыйы болды. Екінші Асанәлінің анасы атанған сүйікті жар, сенімді серік болуға серт еткен Бағдат ханым Әшімұлының жаңа көктемі болатын. Бүкіл Қазақстан әйелдерін келе жатқан ұлы мейрамымен құттықтаймын. Өмірде жақсылыққа, қуанышқа мол болсын деп тілеймін. Әйелдер мейрамы әр уақытта елдің көңіл күйін көтеретін. Әйелдердің мейрамы бұл негізі ең мейрамдардың ішіндегі ірісі деп есептеймін. Сондықтан үйдің алтын діңгегі әйелдер әр уақытта үйде болсын, түзде болсын, қазақтың әйелдері біздің намысымыз. Сондықтан қыздардың жақсы болғаны, тәртіпті болғаны бізге керек. Әйелдерден ұлы қайраткерлер шыққан, ұлы өнер қайраткерлері шыққан, ұлы күләш, розалар халқымыздың мақтанышы болған. Олармен біз осы уақытқа шейін мақтанамыз. Сол сияқты өнерде адар қызмет атқарған жалпы қайраткер үлкен кемеңгер әйелдер бар. Солар біздің мақтанышымыз, солардың мейрамы.